Енді біздің екінші сабағымыз мультимедиалық сабақтар жасау. Мультимедиалық сабақтар жасау үшін мына жердегі екінші батырмаға барамыз. Менюдағы бұл создать видео дейді. Анимированный видеолар жасаймыз. Анимированный видеоларды міне ішінде көп нелері, бірақ бізге ең бірінші мына мультик жасау үшін набор инструмент 3D керек. 3D-ні ашамыз. Аштық, ашылып бір инструмент 3D. Осының ішінде өзіңізге мультимедиалық анимированный сценалар дейді. Біз оны сабағын мультимедиа пайдаланамыз. Осындай үлгілері тұр. Ары қарай ол жерге келіп, қайтадан жаңағы көруге болады. Енді өздері аз ақырында көресіздер. Бір создать сейчас баса өзімізде кейіпкеріміз. Мектепте жүргеніміз бастауыш балалар сабақ кішкентай кейіпкер, үлкен балалар сабақтар үлкен кейіпкерлер болады. Міне мынаны үлкен оқушылар деп алсаңыздар болады. Мына жерде персонаждар деп тұр, женский персонаждар бар. Немесе мұғалім ретінде осындай киім киген персонаждарда профессия, мысалы, профессия мужской, профессия женский дейді. Осының ішінен мұғалім профессиясын тауып алып, немесе сіз мамандық жөнінде сабақ айтқан кезде, немесе мысалы жоғарғы сыныптарда, мысалы химия, биология, физика, математика пәндерінде мамандықтар туралы айтсаңыздар, химия, физикаға, әсіресе биологияға осы жерде мамандықтардың түрлеріне қарай сабақтар жасап алуға болады. Және де астрономия деген сияқты. Енді балаларды алайық. Бұл жерде біз балаларды алғанымыз дұрыс, өйткені тәрбиешілер, мұғалімдер осыны қолдана алады. Енді осының ішінен оқушы деген сценаны белгілейміз. Одан кейін тағы да қандай сценалар, мысалы қыс мезгілі туралы сабақ өткізетін болсаңыз, әртүрлі осындай сценаларды таңдап аласыз. Одан кейін оны вставить деп бір басып қоясыз. Ол бізде дайын тұрады, қазір жазуларын жазуға дайын тұрады. Одан кейін сіз аласыз да қайтадан енді ортасында не қосқыңыз келеді? Семейный сценалар қосқыңыз келеді ма? Әлде плюсты басу арқылы қоса береміз. Енді бұл жерде мысалы фастфуд деген сияқты сабақтар бізде жаратылыстануда бар ғой. Сол пәндерге байланысты қайсы зиянды тағам, зиянсыз тағам, сондарды алуға болады. Одан кейін сіз арасына мен мультимедиалық сабақтар деген кезде бұл жерге мультфильм қосуды ұсынамын. Себебі жаңағы мультимедиалық кейіпкерлерді көрсетіп тұрған кезде олар сол жерде мультфильм көрсетсе, сабақ емес, кәдімгі мультфильм. Ондай мультфильмдер бізде ютубта көптеп табылады. Солардың барлығын жаңағы www дегеннен кейін екі рет ағылшынша үлкен S жазсаңыздар, сол мультик сіздерге жүктеліп қалады компьютерларыңызға. Сол мультикті алып келіп мына жерге қоюға болады. Ол үшін видеоның, мультикта видео сақталынады ғой. Сондықтан оның ұстайтын алу керек бізге. Бір ешқандай телефонсыз несіз, просто осындай держатель видеоны алайық. Не қойдым. Енді осы видеоның ішіне басқаларына, мысалы, басынан бастап көрейік. Мысалы, мына жерге сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтану дейін енді. Немесе физика мұғалімдері, химия мұғалімдері жаңағыдай суретке байланысты өзінің тақырыбын жазып алады. Енді қараңыз, мына жерде қыс мезгілінде денсаулықты нығайту үшін қандай тағам түрлерін пайдаланамыз деген сияқты жазуыңызға болады. Немесе мынараға бір плюсты қосып, осы араға плюсты қосып, мына жерден держатель картинки деген шығады бізде. Так, держатель картинкалар қайда?
текстовый текст жазғыңыз келсе, міне держатель изображения екен ғой. Сол жерге изображенияларды осы арадан біреуін алып қойсаңыз болады. Мысалы, бала ұстап тұрған или кез келген бір нені қоюға болады. Сосын оны да вставлять деп аласыз. Жаңағы дұрыс тамақтану жайында айтып келе жатасыз да, мына жерде сендерге бір ағаның атын айтып, сол кісінің дайындап қойған мультфильмін көрейік деген сияқты. Одан кейін енді балалар көрілім, жаңағы оқылым тыңдалым болды, енді көрілім, енді жазылым деген сияқты мына жерге жазуға тапсырмалар бересіз. Одан кейін арасында қане балалар, отбасында сендер қандай тағам түрлерімен тұтынасыңдар, қандай жыл мезгілдеріне қарай тамақтанасыңдар, қазақтың қандай ұлттық тағамдарын үйлерінде қолданасыңдар. Кейбіреу айтады, күздік соғым соямыз, қыстық соғым соямыз, жазда біз ет жемейміз деген сияқты. Сондай тақырыптарға байланысты өздеріңіз құрастырып аласыздар. Сосын кейін, мысалы, дұрыс тамақтануға, мына жерге мысалы қазақтың бір дастарханында отырған мультфильмін жаңағыдай жүктеп алуға болады, немесе мультфильм түрінде жасалған ютубта видеолар бар. Енді именно қазақтың соғымы немесе қазақтың дастарханына бауырсақ пісіріп жатқан жоқ болса да, тамақ ішіп отырған қазақтың балаларының бет бейнесімен азиатский беттері, мысалы, түр сипаты азиаттарға ұқсайтын видеолар көп. Соларды алып келіп, мына жерге қойып сақтап аласыздар. Қазір бұл жерде видео қойылмағандықтан бұл сақталынбайды. Мен сіздерге предпросмотр жасасам да, міне мына жерде нетіңдер деп тұр. Видео қой деп тұр. Сондықтан все равно продолжить деп басып көрейін. Сондықтан өшір деп тұр. Мен ана видеоны өшіре тұрайын да. Музыка керек жоқ бізге. Сақтаймыз. Біз ешқандай жазу жазған жоқ. Біз қазір жазылған жазуымызбен көрейік не шыққанын. Мен сіздерге үлгі ретінде өзімнің репетиторлық орталығымда, мен жазда, мысалы, ойлайды елдер жазда репетиторста жауып тұрады деп, жазда мұғалімдер бос жатады деп. Жоқ, жазда наоборот репетиторлыққа адам көп келеді. Олар мектеп алды дайындық сыныбының сіздерге бір не деуші еді, лайфхак деймін. Мектеп алды дайындығына баратын балалар, жотыға баратын балалар, сосын 9 бітірген балалар, колледжға түскісі келіп жүргендер, әсіресе ұбт көп сұрайды. ұбт-ның уақыты өзі февральда басталады. Февральдан бастап сол жаңа оқуларына дейін ұбт сұрайды ғой. Ал мектеп алды дайындық сынып балалары, оларды детсадтан, яғни балабақшадан шығарып тастаған уақыттан бастап, олардың қоштасуы майдың где-то 20-сы ма, сол кездерде болады. Содан бастап олар күзге шейін сұрайды. Мектепке дайындайсыз ба деп. Сол кезде, мысалы, мен осы жаз бойы орталығымда мынаның бәрін өзгертіп, кабинет, ағылшын кабинет, мысалы, бәрін өзгертіп тастаймын да, балаларға қарай ыңғайландырып жасап, балаларға коврик жайып, ойыншықтар әкеп, жұмсақ ойыншық қоймайсыздар. Сондай парталардың бәрін кішірейтіп, регулировкасын жасап, мен мектеп балаларға ыңғайлап, бұл жерде жазда лагерь қыламын. Сол лагерьдің бір несін, видеосын, биылғы лагерьдің сол видеосы бар менде. Соны мысал ретінде сіздерге көрсетемін. Егер кейін өздеріңіз надуматься етіп, кейін репетиторлық орталық ашып, сонда жұмыс жасап, жазда, ойбай, жазда не істеймін, бала жоқтың жоқ, бала жоқ емес, жазда да бала спокойно табылады. Вообще бір нәрсеге кіріссеңіздер, бос жатпай жазда табылады. Және де реклама берудің де тегін нұсқасы, ақыл нұсқалары бар ғой. Соның барлығын мен жаңағы Zoom сабақта айтамын сіздерге. Және де мен айтпай кетсем, өздеріңіз сұраңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар мейлінше. Және де осы марафонның барысында енді адамбыз ғой, кейбір жағдайларда айтылмай қалып жатса, кейін мен дайрегіме жазып, немесе посттардың астына сұрақ қоя берді, мен кез келген сұрақтарыңызға жауап бере беремін. Өйткені азды көпті, енді 3 жыл репетиторлық орталық ұстап отырмын, бір емес 3 жерде. Сондықтан сұрақтарыңызға жауап бере аламын деп ойлаймын. Міне көрейік. Біз музыка қоймадық.
дұрыс. Енді мына жерде жаңағы жазуларды өзіңіз ауыстырасыз, көрдіңіз ғой. Ал химия, физика, мысалы қазақ тілі мұғалімдері бұл жерге үлкен мынандай баланың кейіпкерін қоясыздар. Онда сіздер мультфильм қоймайсыздар, жаңағыдай бауырсақ пісіріп жатқан жаңағыдай мультфильм емес, уже сіздер кәдімгі ютубтан мысалы қазақ тілі, мысалы сақ дәуірінде болған Керей, Қасым хан тарихтардан, және де именно мынандай видеолар бар, обучающий видеолар. Соның алып тастап, звугын приглушать дегенмен басып тастайсыздар да, өзіңіздің дауысыңызды жазасыз. Осы RenderForce'тың ішінде дауыс жазатын бар, оны да көрсетемін сіздерге. Сонымен құрметті әріптестер, жаңа біз жасап жатқан кезде